Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай керемет хачапури дайындайтын боламын. Бізге қажетті заттарымыз ұн, сулугуни ірімшігі, ашытқы, тұз, сұйық май, жылы су және де жұмыртқамыз қажет болады. Ең алдымен бізге осылай жылы суымызға тұзымызды, ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ашытқымыз дайын болғаннан кейін ыдысымызға ұнымызды салып, яғни суымызды құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғанда осылай сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет қамырымызды жақсылап басып шығатын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай пищевая пленкамызбен жауып қоятын боламыз, көтерілгенін күтеміз. Енді салмасына осылай теркамыздан өткізілген ірімшігімізді және де жұмыртқамыздың ағын ғана салып, суымызды құйып, яғни жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Сарысын тек бетіне жаққанға алып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай бірдей етіп екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Оқтаумен осылай жаямыз, яғни қатты қалың қылмаймыз. Одан кейін осылай екі шетіне барлық салмасын салып шығатын боламыз. Салмасын салып болғаннан кейін осылай екі шетін домалақтап жақсылап, яғни түйетін боламыз. Яғни қайыққа ұқсатып жасауымыз қажет болады. Ортасына да толықтай, яғни барлық жеріне ірімшігімізді салуды ұмытпаймыз. Одан кейін жұмыртқамыздың сарысын жағып, духовкамызға жарты сағат көлемінде 180 градуста пісіретін боламыз. Қызарып дайын болатын кезде осылай жұмыртқамыздың сарысын ортасына салып, тағы да 5 минуттай духовкада пісіретін боламыз. Міне біздің керемет, өте дәмді болып шығатын хачапуриларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналымда басқа да түрлі видео рецепттерді кіріп көрулеріңізге болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де барлықтарыңызға ас болсын. Қолдауларыңызға алғысым шексіз.